Қайырлы күн, құрметті оқырмандар, қалдарыңыз қалай? Хит болып жатқан қазіргі таңда дубайский шоколадтың мен дубайский чизкейгін жасап көрдім. Өте керемет болып шықты, маған қатты ұнады. Сондықтан да рецептісін сіздермен YouTube каналымда бөліспекшімін. Міндетті түрде видеоның соңына дейін қараңыздар, ешқандай нюанстарды жіберіп алмаңыздар. Видеоны көрместен бұрын ең алдымен подписаться батырмасын басып, каналға тіркеліп алуды да ұмытпаңыз. Ең бірінші шоколадны основасын жасаймыз. Шоколадты қамырын, яғни сыртындағы. Бұл жерде менде електен өткізілген ұн, және де қант, және де какао ұнтағы. Барлығын осы сухой ингредиенттерді жақсылап бір араластырып алуымыз қажет. Және де кукуруз крахмалы. Егер де сіздерде планетарлы миксер болмаса, жай ғана венчиктің көмегімен барлығын біркелкі болғанша осы құрғақ ингредиенттерді араластырып алсаңыздар болады. Барлығы араласып болғаннан кейін енді сары майды салатын боламыз. Бөлме температурасындағы еріп тұрған. Немесе майды қатырып алып, үккіштен өткізіп, жақсылап екі қолдың көмегімен біріктірсеңіздер болады. Май жақсылап араласып болғаннан кейін бірден бір жұмыртқаны салып, тағы да араластыруды жалғастыратын боламыз. Осындай крошка қалпында қалуы тиіс основамыз. Жақсылап бір келкі болғанға дейін араластырыңыздар. Основамыз дайын болды. Дайын болған основаны пергамент бумагасын противеньге төсейміз. Осы кезде пештеріңіз 180 градуста қызып тұрсын. Противеньге түгелімен осылай жайғастырамыз. Және де 20-25 минутта 180 градуста пісіріп алыңыздар. Салғаннан кейін 10-12 минуттан кейін жақсылап бір араластырып, қайтадан пешке салу керек. Толығымен 25 минутта пісуі тиіс. Араластырыңыздар деген себебім бір қалыпты барлық шеті пісуі керек. Міне менде 25 минуттың ішінде дәл осындай құп-құрғақ болып пісіп шықты. Енді измельчительдің көмегімен немесе блендердің көмегімен жақсылап езіп аламыз. Барлығын бірдей. Толығымен езіп алғаннан кейін міндетті түрде бізге таразы қажет болады. Бұл жерде 320-330 граммын қолданасыздар. Бұл жерде 2 чизкейкке арналған основа. Біреуін тоңазытқышта салып сақтасаңыздар болады. Келесі чизкейк жасағанға дейін. Міне 330 граммын аламыз. Осы құрғақ основамызға сары майды саламыз. Бұл жерде менде 82,5%, 72,5% қолдана берсеңіздер де болады екен. Себебі менде кішкене майлы болып кетті. Сондықтан да сіздер 72,5% майлылықта майды қолдана беріңіздер. Осылай жақсылап араластырамыз. Қолдарыңыздың көмегімен немесе лопата, қасықтың көмегімен болсын, кез келген затпен осылай жақсылап біріктіріңіздер. Міне менде дайын болды. Енді бір шетке қоя тұрамын. Міндетті түрде фольга қажет бізге, және фольганың бетіне пергамент бумагасын кесіп қойдым. Дәл осындай кольцо қажет болады. Менде диаметрі 20 сантиметр. Егер де чизкейктеріңіздің биік болғанын қаласаңыздар, 18 сантиметр етіп жасасаңыздар да болады. Дәл осы ингредиенттермен шет-шетін жақсылап қысамыз осылай. Формасын ұстап тұруы қажет, кольцо ашылып кетпейтіндей. Астына тағы да міндетті түрде форма салу қажет. Осындай. Еріген сары майды шет-шетіне 5-6 сантиметр биіктікте жағып шығамыз. Бұл құрғақ основа жабысу үшін. Жабыспай қалуы мүмкін. Егер де май жақпасаңыздар, барлық шетіне жағып шығамыз. Основаны толығымен саламыз бірденнен. Барлығын салып,
жақсылап ең бірінші шет-шетін тұрғызып аламыз бортиктерін. Қасықтың көмегімен жақсылап дәл осылай қысыңқырап жасайсыздар. Егер де қыспасаңыздар, бортик түсіп қалады. Сондықтан да жақсылап қысу қажет. Дәл осы кезі маңызды, бортик өте әдемі көріну үшін. Міне осылай жақсылап қысып шығамыз барлығын. Түбіне кішкене ғана қалуы керек. Енді төменгі жағын тегістейтін боламыз. Кішкене осылай стаканның көмегімен тегістесеңіздер болады. Кез келген осындай түбі және шет-шеті тегіс затпен тегістеңіздер. Енді шет-шетін тағы да қысатын боламыз осылай. Міне жақсылап шет-шетін қысып шығамыз. Себебі құлап кетпес үшін бортиктері. Міне дәл осылай. Енді қасықтың көмегімен бортиктің жоғары жағын тегістеп шығамыз. Кішкене басыңқырап, артығын алып тастаймыз. Дәл осылай видеодағыдай жасаңыздар. Дайын болған форманы жарты сағатқа тоңазытқышқа салып қоямыз. Енді ішіндегі салмасын дайындаймыз. Бұл жерде творожный сыр және де қант. Екеуін жақсылап біріккенге дейін араластырамыз. Негізінде осы начинкасы, яғни салмасына салатын заттардың барлығы 3-4 сағат бұрын бөлме температурасында болуы тиіс. Бірден тоңазытқыштан алып қолданбаңыздар. Енді 2 жұмыртқаны бірденнен құйып араластырамыз. Тағы да біріккенге дейін. Келесі енді вареная сгущенкамыз саламыз. Менде бұл жерде 3 желания варенкасы. Дептікін пайдалансаңыздар болады. Сапалы варенканы ұсынар едім сіздерге, дептікін немесе 3 желания ұсынған. Жақсылап біріккенге дейін тағы да араластырамыз. Жаңа қатты қою еді, қазір әдемі болып келе жатыр консистенция. Ең соңында ғана 33% сливкемізді құямыз. Міндетті түрде 33 немесе 35% болуы тиіс. Одан төмен немесе жоғарғысы болмайды. Жақсылап біріккенге дейін араластырамыз. Тек қана венчиктің көмегімен араластырамыз. Миксерде немесе басқа да заттарды қолданбаймыз. Осы кезде пештеріңіз 120 градуста қызып тұрсын. Міне жақсылап араласты. Қаймақ тәрізді өте әдемі көрініп тұр. Форманы тоңазытқыштан шығарып, начинкасын ішіне орналастыратын боламыз. Орналастырып болғаннан кейін алдын ала 120 градуста қызып тұрған пеште конвекция режимінде, яғни асты-үсті бірдей пісіретін пеште 1 сағат 45 минутта пісіріп аламыз. Чизкейкті пешке салдым. Бірденен осылай 250 грамм суды формаға құйып, ең астыңғы жағына салып, водяной баня жасайтын боламыз. Міне водяной баняда және де конвекция режимінде 1 сағат 45 минутта пісіп шықты. Беті пудинг сияқты осылай дірілдеп тұруы тиіс. Бетін осылай ашып қойып, 40 минуттай салқындатыңыздар. Суығаннан кейін тоңазытқышқа 10-12 сағатқа қалдыратын боламыз. 10-12 сағат өткеннен кейін бетіндегі начинкасын дайындайтын боламыз. Чизкейктің бұл жерде катаифи қамыры қажет, міндетті түрде. Катаифи қаймағын кез келген кондитерлік заттар сататын дүкеннен табуға болады. Бізде бұл жерде катаифи қамырының 70 граммы қажет. Соны қазір кесіп аламын.
Енді осы катаифи қамырын өте майдалап, шұқалап турайтын боламыз. Қалған бөлігін, қолданбайтын бөлігін тоңазытқышта сақтауға болады. Туралған катаифиді қызып тұрған сары майда жақсылап қуырып аламыз. Бұл жерде үздіксіз қозғау қажет, қасынан кетпей, себебі күйіп кетуі мүмкін бір беті ғана. Сондықтан да 5 минут бойы осылай үздіксіз қозғау арқылы қуырып алыңыздар. Қытырлап өте әдемі болады. Міне дәл осындай қоп-қоңыр өте әдемі болу керек. Бірденен басқа ыдысқа түсіріп аламыз. Бірденен ыстық күйінде фисташковый пастамыз саламыз. Байқағандарыңыздай фисташковый паста өте қанық түсте, жап-жасыл. Жақсылап бірігіп кеткенге дейін араластырамыз дәл видеодағыдай. Дайын болған катаифиді бір шетке қойып қоямыз. Енді чизкейкті формадан босатамыз. Ең алдымен фольгаларын шешіп алу қажет кішкене. Одан кейін шет-шетін айналдыра пышақтың көмегімен босатып аламыз. Жайлап айналдыра отыра осылай шет-шетін босатып аламыз. Бірденен жайлап кальцоны осылай көтеріп аламыз. Менде бортиктерінің құлағаны кішкене майлы болып кетіпті. Менде основасы себебі мен жаңа айтып өткендей 82-де 5% майды пайдаланған болатынмын. Өте майлы болып кетіпті. Сондықтан да 72-де 5% майлылықта майды қолдана берсеңіздер болады. Енді астындағы пергамент бумагасын алу қажет. Жайлап көтеріп, бір шетінен жайлап қолымызды салып, оп-оңай алынады, міне. Енді катаифиді орналастыратын боламыз. Шет-шетінің барлығына жетуі тиіс. Қасықтың немесе лопатаның көмегімен осылай шет-шетіне жайып шығамыз. Енді бірденен шоколадты глазурімізді қоямыз. Бұл жерде менде 100 грамм калибаут шоколады және де 20 грамм 33% сливкимен араластырып ерткен болатынмын. Осылай жақсылап барлығын құйып шығамыз. 100 грамм шоколадтың барлығын мен бірденен жай отта ерте бердім. Водяной баняда ертсеңіздер де болады. Шет-шетіне осылай жайып шығыңыздар қасықтың көмегімен, немесе осылай чизкейкті қимылдата отырып. Дайын болды. Дайын болған шоколадтың бетіне жасыл, сары немесе кез келген бояу түрін жағып шықсаңыздар болады. Мен бетіне ешқандай краска сепкен жоқпын, тек қана кондуринді пайдаландым. Осылай бетіне кішкене жағып шықтым. Бұл өздеріңіздің қалауларыңызша, қалай әсемдесеңіздер де. Шоколадты құйғаннан кейін жарты сағатқа тоңазытқышқа қойып қойыңыздар. Мен жарты сағаттан кейін кесіп жатырмын. Сіздерге ортасын көрсетпекшімін қалай шыққанын. Менде қатты биік емес, себебі 500 грамм ғана творожный сыр пайдаландым. Және де диаметрі кішкене үлкендеу болғандықтан осындай. Егерде биік болғанын қаласаңыздар, бұдан да 18 сантиметр өте идеальны болады. Міне іші жасыл начинкасымен өте әдемі көрінеді. Қытырлап өте әдемі кесіліп жатыр. Бұл жерде катаифи өте әдемі дауыс шығарады, қытырлақ. Не, бірденен осылай шайға ұсынсаңыздар өте керемет болады. Өте аппетитті болып тұр. Маған қатты ұнады түрі. Керемет болып шыққан. Бірденен осы видеода дәмін көрмекшімін. Өте аппетитті болып тұр. Дәл шоколадтағындай дауыс шығады. Қытырлақ, өте әдемі болған. Дәмі де бір керемет болған, қатты бір тәтті емес. Творожный сырмен күшті сочетация етеді екен. Міндетті түрде жасап көрулеріңізге сіздерге кеңес беремін. Керемет болған, енді сөзсіз. Егер де менің рецептіммен жасап жатсаңыз, менімен бөлісуді ұмытпаңыз, және де менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіз. Ас болсын. Сау болыңыздар.